Балабум. Үш аю ертегісі. Баяғыда орманның шетінде ата-анасымен бір қыз тұрыпты. Анашым, ішім пысты, мен жидек теріп келейінші. Әрине қарағым, сақ бол. Рахмет. Қызым, бірақ алысқа алыстама. Жарайды, анашым. Сонымен қыз жидек теруге шығады. Орманда неше түрлі жидектер бар екен? Көп жидекке қызығып, үйінен алыстап кеткенін байқамай қалыпты. Солай адасып жүріп бір үй көреді. Бұл үйде кім бар екен? Кіріп демалып алсам? Тамақ бар екен, қарным ашты, жеп алайын. Мына үлкен табақтағы тамақ ыстық екен. Орташа табақтағы да шамалы ыстық. Мына кішкентай табақтағы тамақ дәмді екен. Мына орындықтар әдемі екен. Отыра тұрайын. Үлкені маған ыңғайсыз екен. Орташасы да ыңғайсыз. Мына кішкентайы маған ыңғайлы екен. Шаршап кеттім, жатып дем алып алайын. Үлкен төсек маған ыңғайлы емес екен. Орташасы да үлкен сияқты ыңғайсыз. Кішкентай төсекке жатып көрейін. Керемет, осы төсек ыңғайлы екен. Сол ыңғайлы кішкентай төсекте қыз ұйықтап қалады. Бір кезде серуендеуге шыққан аюлар отбасы үйлеріне оралады. Кім менің табағымнан жеп, тамақты тауыспаған? Менің табағымнан кім тамақ жеген? Кім менің табағымнан жеп тамағымды тауысқан? Менің орындығыма кім отырып орнынан жылжытқан? Ал менің орындығымды кім жылжытқан? Менің де орындығымда біреу отырыпты. Менің үлкен төсегіме кім жатқан? Менің де төсегіме біреу жатыпты. Менің төсегімде біреу жатыр! Қатты қорқып кеткен қыз бір жолға түсіп қашады. Жеттім ау әйтеуір. Анашым! Құлыным! Достар, ата-анамыздың айтқанын тыңдайық. Ойнағанда үйімізден алыстамайық. Лайк басып каналымызға тіркелейік.